Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жылдам дайындалатын қарапайым рулеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бірінші бисквитін дайындап алу үшін жұмыртқа, қант, сүт, ұн және де сұйық май керек болады. Жұмыртқаны ағы мен сарысын осылай бөліп аламыз. Ең бірінші осылай жұмыртқаның сары уызы, сұйық май мен сүтімізді қосып, бірге толықтай миксерлейміз. Осылай миксерлеп, араластырып алғаннан кейін үстіне құрғақ ұнымызды саламыз. Видеоның төмен жағында описание бөлімінде керекті ингредиенттердің көлемі жазылған, сол бойынша жасаймыз. Неге достар, барлығын толықтай миксерлеп дайындап алдық. Енді бұны бір жақ шетке қоя тұрамыз да, жаңағы миксерімізді тазалап жуып, құрғатып, ыдысымызда құрғақ болу керек. Құрғақ ыдысымызға осылай жұмыртқаның ақ уызын салып миксерлейміз. Оның үстіне жаңағы өлшенген қантымызды біртіндеп сала отырып, толықтай миксерлеп, осындай ақ көпіршік болғанша миксерлейміз. Мінекей достар, тура осындай болғанға дейін миксерлейміз. Енді осының үстіне жаңағы бірінші рет миксерлеп алған жұмыртқаның сары уызы қосылған қоспамызды үстіне қосып араластырамыз. Бұны миксермен араластыруға болмайды, басылып қалады қосындыңыз. Сондықтан осылай астынан үстіне қарай шығару арқылы арнайы лопатканың көмегімен осылай араластырамыз. Астынан үстіне қарай осылай көтеру арқылы. Осылай араластырып барлығын дайындап алғаннан кейін осындай формамызға құйып, шамамен 20-25 минутқа алдын ала қызып тұрған пеште 180 градус пісіріп аламыз. Енді біз кремін жасауға көшеміз. Ең оңай, жылдам дайындалатын крем. Бірінші сармаймызды ыдысымызға салып, толықтай миксерлейміз. Үздіксіз миксерлейміз. Шамамен 2-3 минуттай үздіксіз осылай миксерлейміз. Мінекей достар, сармаймызды толықтай миксерлеп болдық. Енді бұның үстіне вареный сгущенкамызды салып, тағы да жалғасты миксерлейміз. Достар, осылай кремімізді миксерлеп дайындап алғаннан кейін бұл кремді шамамен 10 минутқа морозильникке қойып салқындатылған күйінде қолданамыз. Креміміз де дайын болды. Енді біздің бисквитімізді піскен сияқты. Енді бұны формасына түсіріп, салқындатып, суытып алуымыз керек. Суытқаннан кейін ғана кремімізді жағып, рулетіміздің формасын дайындаймыз. Неке достар, біздің бисквитіміз иілгіш, сынбайтын, сондай рулетке өте ыңғайлы болып піскен. Енді жаңағы дайын болған кремімізді осылай рулетімізге жағамыз, біркелкі етіп, тегістеп. Енді рулетімізді бір жақ шетінен бастап, біркелкі етіп осылай рулетімізді ораймыз. Әсемдік үшін мен үстінен осылай ерітілген шоколадты қолдандым. Әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады.
Достар, осымен біздің мезгилиттүү рулетimiz дайын болды. Жасау жолы өте қарапайым және де жылдам дайындалады. Осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.